Сәлем достар, сіздермен Арайдың асханасы өте дәмді шығатын қуырдақ дайындаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен бізге керегі ет. Мен бұл жерде жылқының жүрегін қостым. Одан соң жылқының бауыры, бұл жерде жылқыдан да, қойдан да, сиырдың да еттерін қолдануға болады. Одан соң жылқының қабырғасы. Қуырдаққа мен картопты көп қоспаймын. Осы шамалғана картоп және де үлкен пияз қосамыз. Алдымен қызып тұрған қазанымызға майымызды құйып аламыз. Одан соң ең алдымен ет қосатын болсаңыздар, міндетті түрде еттеріңізді, менде бұл жерде жүрек, одан соң қабырғаны екеуін бірге қосып, жақсылап қуырып аламыз. Өйткені бұлар ұзақ піседі, сол үшін міндетті түрде екеуін бірге, яғни бірінші қуырып алғандарыңыз жақсы. Бетін жауып, орташа отта 1 сағаттай қуырып алдым. Менде бұл жерде жас мал болғандықтан еттің пісуі тез болады. Егер сіздерде кәрі мал болса, яғни ұзақырақ піседі, сол үшін 1,5 сағаттай бұқтырып алғандарыңыз дұрыс. Мінекей 1 сағатымыз өтіп шықты. Одан соң пиязымызды салып қуырдық. 5 минуттай пиязымызды салып қуырып алдық. Осы орайда тұзын, дәміне қарай тұзын саламыз. Менде ол видеоға түспей қалды. Тұзды салуды ұмытпаңыздар. Одан кейін бауыры және де картопты екеуін бірге қосып қуырамыз. Яғни қуырдақтың пісуіне 1,5 сағат қалғанда екеуін салып қуырып аламыз. Жақсылап араластырамыз. Ешқандай суды құймаңыздар. Суды құюды қажет етпейді. Асты баяу отта 1,5 сағаттай қуырып аламыз. Мінекей біздің қуырдағымыз дайын болды. Өте оңай жасалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Және де бұл қуырдақты көбіне соғым сойған кезде дайындалатын тағамдардың, қазақтың ұлттық тағамдарының бірі болып саналады. Сол үшін міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнағанына сенімдімін. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы. Егер каналыма тіркелмесеңіздер, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарийға өз ойларыңызды білдіріп кетіңіздер. Сіздермен қоштаспаймын. Келесі видео рецептте кездескенше астарыңыз дәмді болсын.